Бәріне сәлем. Біз бүгін көпфункционалды керуен сарай орталығында орналасқан сиқырлы керуен ойын-сауығына келіп тұрмыз. Бұл ғимаратта сіз өзіңізді ертегі әлеміне кіргенде сезінетін боласыз. Ал енді обзорымызды бастайық. Біз көбірек мәлімет жинау үшін сиқырлы керуен ойын-сауық кешенінің қызметкерінен сұхбат алған болатынбыз. Сәлеметсіз бе? Менің аты жөнім Сибатулаева Гүлфариза. Мен IUT студентімін. Сізден сұхбат алайын деп едім. Бірінші өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Саламатсыз ба? Менің есімім Дилдора. Мен осы сиқырлы керуен ойын-сауық орталығында касса бөлімінде жұмыс істеймін. Сіз бұл салаға қалай келдіңіз? Жұмысыңыз несімен қызықтырады? Соларға жауап беріп кетсеңіз. Мен де IUT университетінің студенті болғанмын. Студентімін, 4-ші курс студенті. Дуалды оқыту бағдарламасы бойынша бір жарым жыл бұрын осы жерге жұмысқа орналастым. Әлі күнге дейін осы жерде өзімнің практикамды жалғастырудамын. Күшті. Ойын-сауық кешеніндегі өзіңіздің негізгі міндетіңіз қандай? Бұл жерде қазір негізгі міндетім касса бөлімінде жұмыс істеймін. Ойын келушілерге, балаларға билет сату, оларға аттракциондар туралы толық ақпарат беру, ата-аналармен және таныстыру, ойын-сауық орталығы туралы қауіпсіздік шараларымен таныстыру. Енді жұмыс барысындағы сұрақтарға көрсек, кешенде көбіне келген қонақтар қандай қызметтер қолданылады? Бұл жер әрине ойын-сауық орталығы болғандықтан балаларын ойнатуға, демалуға келеді көп отбасылар. Ал біз оларға нұсқау көрсетеміз, билет карточка сатамыз, солармен олар ойын-сауық орталығында демалады, көңіл көтереді, балаларын ойната алады. Керемет. Қонақтармен қарым-қатынас жасауда сізде қандай қиындықтар туындады? Осы уақытқа дейін әрине адамдармен жұмыс жасағаннан кейін әртүрлі қиындықтар туындайды. Әртүрлі бағытта түсініспеушіліктер болады, бірақ оны біз өз арамызда әрдайым жақсы жағынан шешуге тырысамыз. Және де күнделікті жұмысыңыздағы ең қызықты және де ең қиын сәттерді айта кетсеңіз. Ең қызықты сәттер, бұл жерде балалар ойын-сауық орталығы болғандықтан балалармен жұмыс жасау мен үшін ең қызықты сәттердің бірі. Ал ең қиын сәттер сол кішкене түсініспеушілік болған сәттер, бірақ оларды әрине жақсы тарапынан шешуге тырысамыз. Ең соңғы сұраққа келсек, кешендегі қауіпсіздік шаралары қалай ұйымдастырылған? Бұл жерде әр аттракционға қарайтын өзі техниктер, менеджерлар, операторлар бар. Қауіпсіздік шаралары туралы олар толығырақ айтып түсіндіре алады және барлығына солар жауапты. Әрине бізде нұсқаулық көрсетеміз қауіпсіздік шаралары туралы ата-аналарға, балаларына. Ал бізде тағы техниктер бар, менеджер, операторлар бар. Олар тағы да техникалық қауіпсіздікке солар нақты көбірек жауапты. Жауапты кісілер солар бізде. Рахмет сізге осындай сұхбат бергеніңізге, жұмысыңызға сәттілік. Рахмет сіздерге сәттілік. Түркістан қаласындағы керуен сарай туристік кешенде орналасқан сиқырлы керуен отбасылық ойын-сауық орталығы балалар мен ересектерге арналған түрлі аттракциондар мен ойындар ұсынады. Бұл орталықтың ішкі дизайны шығыс ертегілерінің атмосферасын жасайды. Мұнда ескі мұнаралар, базарлар және қабырғаға ілінген шамдар арқылы Аладдин мен Али Бабаның әлеміне енуге болады. Бұл ойын-сауық кешенінің жұмыс уақыты дүйсенбі-жұма аралығында 12-ден 23:00-ге дейін, сенбі-жексенбі күндері 10-нан 23:00-ге дейін жұмыс жасайды. Бұл ойын-сауық кешенінің негізгі ерекшеліктері әртүрлі аттракциондар болып табады. 14 түрлі әткеншек, айналатын кесте, тез жүретін пойыз және атқа міну сияқты ойындар балалардың көңілін көтереді. Шығыс базары. Ғимараттың бірінші қабатында балалар ойнайтын алаңша, екінші қабатында шағын тамақтанатын орын және шығыс базары орналасқан. Су арнасы. Кешеннің ортасында су арнасы бар. Бұл Түркістанға Қазақстанның Венециясы деген атауды беруге себеп болды.